Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, ғажап пен сұмдық арнасына қош келдіңіздер. Оған Алла разы болсын, Мұса пайғамбардың хиссасынан үзінді. Адам баласы пайда болғаннан бері адам атадан кейін Алламен тілдескен жалғыз адам осы Мұса пайғамбар. Алла оған разы болсын, Исуф пайғамбардың Египетке ертіп алып келген, Израил ұрпақтарын құлдықтан азат еткен осы қазіретті Мұса. Оған Алла разы болсын. Бүгін сіздерге сабақ болсын, имандары беки түссін, ислами білімдері жетілсін деген мақсатта Мұса пайғамбардың, оған Алла разы болсын, перғауынның алдына барып, олардың сиқырларын жоққа шығарып, өзінің аса таяғымен Алланың құдіретін көрсеткен сәтін баян етпекпіз. Мұса пайғамбар, оған Алла разы болсын, өзінің аса таяқ арқылы Алланың құдіретін көрсеткенде тәкаппар перғауынға: бұл жалғыз Алланың саған ескертуі. Егер сен Израил ұрпақтарын құлдықтан босатпасаң, саған сен күтпеген азаптар келеді дейді. Сонда өзін құдай санаушы Рамзес перғауын: сенің жасаған сиқырларыңды біз де жасай аламыз деп, ең мықты сиқыршыларын шақырады. Олар да таяқтарын жыланға айналдырып ортаға тастайды. Жиылған халық Мұса мен Хараунды, оларға Алла разы болсын, келек етіп, өз сиқыршыларының өнеріне қол соғып, перғауында танауын көтеріп керіле түседі. Сол кезде Алланың құдіретімен Мұса пайғамбар, оған Алла разы болсын, қолын сермегенде Алла күш беріп, жыланы сиқыршылардың жыландарын жұтып жей бастайды. Бұл құдіретті көрген жайылған қауым мен перғауынның өзі де зәресі ұшып шошып кеткен. Кейбір деректерде осы оқиғадан кейін перғауынның сиқыршыларының бірнешеуі Мұсаның пайғамбарлығын мойындап, Алланың жалғыздығына куә берген деседі. Мұса, оған Алла разы болсын, Мұсаның алдында жер болған перғауын көмекші уәзіріне: бұл қалай болғаны? Неге Мұсаның сиқыры сендердің сиқырларынан асып түсті дегенде, жағымпаз көмекші: Мұсада ешқандай құдірет жоқ, ол өтірік айтады, оның ісі тұнып тұрған сиқыр деп перғауынды сендіріп бағады. Перғауын Мұса мен Харунға келіп, оларға Алла разы болсын, сендер бұндай шебер сиқырды қайдан үйрендіңдер? Одан да келіңдер, бізге қызмет етіңдер, мен сендерге қыруар байлық беремін дейді. Сонда Мұса, оған Алла разы болсын: бұл ешқандай сиқыр емес, көктер мен жерді жаратқан Алла тағаланың саған ескертуі. Егер сен Алланың жалғыздығын мойындап, Израил ұрпақтарын құлдықтан босатпасаң, сені үлкен азап пен жазалау күтіп тұр дейді. Сонда тәкаппар перғауын: мен сенің сонда жеңіңнен шығарып көрсеткен сиқырыңнан қорқайын ба деп, олардың ісін мазақ етіп күлкіге айналдырған. Мұса, оған Алла разы болсын, егер бұл құдіретке сенбесең тысқа шық, мен саған Алланың екінші ескертуін көрсетейін дейді. Нөкерлерімен сыртқа шыққан Рамзес атты перғауынға Мұса: Алланың құдіретіне сенбесең қара, сенің сиқыршыларың осылай істей ала ма деп таяғын Харунға береді. Харун аса таяқты суға тигізгенде судың беті қанға айналып, судағы тіршілік түгіл өлім құшады. Мұны көрген перғауынның баласымен қоса нөкерлері қорыққандарынан қаша жөнелген. Тәкаппар перғауын көмекшісіне: олардың бұл сиқырын қалай дәлелдейсің дегенде, ол: қараңыз, олар суға алдын ала жоспарлы түрде бояу қосып қойған деп, өзінің пенделік ақылымен дәлелдемек болған. Ақмақ перғауын оның ақылсыз дәлеліне иланып ерегіскен, үстіне ерексе түскен.
Сонда Мұса оған Алла разы болсын тортауының басына шығып Аллаға дұға етеді. Ей Алла Тағала, Перғауынға азабыңды тездетуіңді қалаймын дейді. Сол кезде Алла Тағала Перғауынның малдарына жаппай жұт жіберіп қарып салған. Әрі халқына белгісіз емі жоқ ауру жібереді. Перғауынның жақсы көретін жалғыз ұлы осы ауруға шалдыққан. Перғауын көмекшісіне емшілерді алып келіп емде дегенмен ешқандай емшілер ауруына ем таппай қояды. Мұсаның дұғасы қабыл болып, Перғауынның байлығы саналатын бар егістікке шегіртке қаптап, жерінің бәрі қурап қалған. Алла Тағала Перғауын сабасына келсін деп, оның сарайына дауыл жіберіп қана қоймай, сарайына құрт құмырсқа қаптатып жіберген. Тәкаппар Перғауын Израиль халқын құлдықтан босатпай, Алланың құдіретін мойындамай ерегісе түскен. Сол кезде Алла Тағала көктен отты жауын жауызған. Тіптен сол тұста бірнеше күн бойы күн тұтылып, күннің көзі шықпай қойған деседі. Осындай бірнеше ескертулі азаптардан кейін Мұса мен Харун оларға Алла разы болсын Перғауынның алдына қайта келіп, енді біздің ісіміз сиқыр емес екенін, жалғыз Алланың құдіреті екенін көзің жеткен шығар. Израиль ұрпағын құлдықтан босатып, өзіңнің Құдай емес екеніңді мойында дегенде, сонда кәпір Перғауын, сенің Құдайың екеуің бәрібір мені жеңе алмайсыңдар, білгендеріңді істеңдер дейді. Сонда Мұса пайғамбар оған Алла разы болсын, әй Рамзаз Перғауын, сенің ұлыңның Алланың жазасы тиіп ауырып жатқанын білемін. Егер ұлың өлмесін десең, Израиль ұрпағын жібер, сабанына түс деп өктем түрде талап қояды. Бұны естіген Перғауын шошып кетеді. Дегенмен тәкаппарлығы жібермей, Мұсаның қойған талабын намысына тиіп, сен қашан көрдің құлдың талап қойып патшаның орындағанын, бұл мүмкін емес деді. Сонда Мұса оған Алла разы болсын, әй Рамзаз Перғауын, сен де біз секілді құлсың, саған бұйрық беріп талап қоюшы мен емеспін. Ол сенің де менің де патшам Алла дейді. Ұлының өліп кетуінен қорықса да тәкаппарлығы жеңіп, Мұсаға бар кет, білгендеріңді істеңдер, мен ешкімге құл емеспін дейді. Сол күні Алла Тағала ерегіскен Перғауынның сарайына белгісіз жел жіберіп, оның жалғыз ұлының жанын алған. Құрметті көрермендер, бұл қысқаша хиссияны сіздер Алланың құдіретін сезінсін, тәкаппарлықтан аулақ болсын деп көрсетіп отырмыз. Алла әркімді малы мүлкімен, отбасы бала шағасымен сынайтынын ұмытпаңыздар. Сіздермен болған ғажап пен сұмдық арнасы сау саламатта болыңыздар.